Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті өзінің кезекті дәрісін жалғастырады. Біз алдыңғы дәрісімізде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдаудың бірінші бөлігіне тоқталдық, яғни норматив құқықтық актілерде кездесуі мүмкін жемқорлық тәуекелдерін анықтау мәселесіне. Ал бүгінгі дәрісімізде ұйымдастыру басқару қызметінен туындайтын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қалай анықталатыны жөнінде тоқталатын боламыз. Мысалға, біз бірінші кезекте персоналды басқарудан бастауымыз керек. Яғни, қаншалықты персоналды басқаруда жемқорлық тәуекелдері бар ма жоқ па, соның ішінде мүдделер қақтығысы бар ма жоқтығына, және кадр ауысушылығы қандай деңгейде. Өйткені кадр ауысушылығының жоғары болуы да жемқорлық тәуекелін алып келеді. Мүдделер қақтығысы дегеніміз өзінің бағынысты қызметінде туыстарының қызмет жасауы болып табылады. Осы орайда мекеме қызметкерлері арасында тікелей туыстық қатынастар бар ма жоқ па, соған назар аудару керек. Яғни, олардың бір ата-анадан туғандар, немесе бірге туғандар, соның ішінде асыраулағандар болса, бұл мүдделер қақтығысын тудырып, жемқорлық тәуекелін алып келеді. Және келесі мүдделер қақтығысы орнайды, егерде мекеменің құзыретінде тексеру функциясы болатын болса. Яғни, өз тексерушіге барған мекеменің ішінде өзінің туыстары бар ма жоқ па, осыған назар аудару. Соның ішінде комиссия құрамында болып, өзінің туыстары өтініш берді ме, берген жоқ па, осы жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау кездерінде аса ыждағаттылықпен қаралуы керек. Келесі мүдделер қақтығысы туындайтын жер ол мемлекеттік сатып алуда. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңына сәйкес аффилирленген тұлғалардың мемлекеттік сатып алуға қатысуына тыйым салынған. Яғни, тапсырыс берушінің немесе ұйымдастырушының туыстары мемлекеттік сатып алуға қатыспауы керек. Яғни, осы жерде олар қатысатын болса, онда бұл жемқорлық тәуекеліне алып келеді. Жұмысшы тобы осы мәселелерді талдау кездерінде толығымен қарап шығуы керек дейсіз. Келесі анықталатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бұл көрсетілетін мемлекеттік қызметтер кезінде. Белгілі бір мекемелер өздерінің қызметтерінде тұрғындарға, яғни халыққа белгілі бір қызмет түрлерін ұсынады. Бұл қызмет түрлері стандарт және регламенттермен реттеледі. Осы орайда стандарт пен регламенттің арасында қайшылық бар ма жоқ па, соған назар аудару керек. Өйткені кей жағдайларда стандарт пен регламенттің арасындағы көрсету мерзімдердің әртүрлі болады. Біреуінде 4 күн десе, біреуінде 5 күн десе. Яғни осындай бұл жемқорлық тәуекелін алып келеді. Және келесі бір мәселе, осы көрсететін мемлекеттік қызметтерін бас тарту үшін нақты қағидасы бекітілген бе, осыған назар аудару керек. Өйткені кей жағдайларда бас тарту тетігі көрсетілмеген болып қалады. Яғни бұл да жемқорлық тәуекеліне алып келеді. Сонымен қатар, көрсететін мемлекеттік қызметтердің ережелері, яғни стандарты мен регламенті интернет-ресурстарда, сонымен қатар мекеменің ғимаратының ішінде ілінгеніне назар аудару керек, яғни оның өзектілігіне. Кей жағдайларда мекеменің ішіндегі ереже ескі болады да, ал ол жаңадан қабылданған болуы мүмкін. Сол үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде осы стандарт пен регламенттің өзектендірілгеніне назар аудару тиіс болып табылады. Сонымен қатар, көрсетілген құжаттардан басқа артық құжат сұрау мәселесі бар ма жоқ па, соған да назар аудару керек. Өйткені кей жағдайларда комиссия қарау үшін қызмет алушыдан белгілі бір құжаттардың көшірмелерін сұрауы мүмкін. Бұл, яғни қажетті болып табылатын жағдай болатын болса, онда оны стандарт пен регламентке қосу мәселесін жұмысшы тобы ұсыну керек. Және мейлінше көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа ауыстыру мәселесін қарау керек. Бұл электронды түрдегі форматқа ауысу жемқорлық тәуекелдерін жоюдағы ең бірінші және ең тиімді механизм болып табылады. Сонымен қатар, егерде мекемеңіз рұқсат беру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын болса, осы жерде де жемқорлық тәуекелдері бар ма жоқ па, олардың ережелері қатаң сақтала ма, және қандай тәуекелдері бар, осыған назар аудару керек. Және ұйымдастыру басқару қызметінен туындайтын басқа да сұрақтар кезінде, мысалға сіздің мекемеңіз белгілі бір мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруы мүмкін. Сол мемлекеттік бағдарлама жүзеге асыру кезінде қандай қиыншылықтар бар? Яғни бұл аяғы жемқорлық тәуекелді алып келе ме, алып келмей ме, осы мәселені түсінікті болу үшін атап өтейін. Мысалға, шаруа қожалықтары субсидия алу үшін қазіргі таңда оның барлығы электронды форматқа ауыстырды. Алайда, бұл ауылдық жерлердегі интернет жылдамдығының төмендігі бұл қызметті алуда белгілі бір қиындықтар туындатқызып, қызмет алушылар тікелей ауыл шаруашылық бөлімдеріне келіп қызмет алуда. Бұл да жемқорлық тәуекеліне алып келетін үлкен мәселе. Жұмысшы тобы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау
аяқталғаннан кейін талдамалық жазбаны дайындап 3 жұмыс күнінің ішінде мекеме басшысына ұсынады. Мекеме басшысының тапсырмасына сәйкес анықталған жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша 6 айға арналған жоспары бекітіледі. Мекеме басшысы осыған орай өзінің анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша іс-шаралардың нақты орындалуын қатаң бақылауға алуы қажет. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді әр мекеме жүргізсе, біздің департамент сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау жүргізеді. Әрбір мекеме басшысының қызметінен туындайтын мәселе, яғни ол өзінің қызметіне адал болатын болса, сонымен қатар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау кезінде жүргізілген ұсыныстарды дер кезінде орындап, және анықталған жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша тиісті шешімдер қабылдайтын болса, онда ол мекемеде жемқорлыққа жол болмайды. Сондықтан мекеме басшылары өзіңіздің қызметіңізде тиісті дәрежеде қарап, жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша шаралар қабылдауыңыз міндетті болып табылады. Қазіргі таңда енгізілген өзгерістерге сәйкес мекеме басшы жемқорлыққа қарсы іс-шаралар қабылдамайтын болса, онда ол тәртіптік немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Сондықтан да бұл мәселеге басты назар аударуыңыз қажет. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, егер де сіз өзіңіздің қызметтеріңізде жемқорлық тәуекелдері жөнінде ұсыныстарыңыз болатын болса, онда біздің төменде көрсетілген электронды поштамыз anticorruption@ayqulaq.mail.ru почтасына жолдаңыздар. Не болмаса, осы жазбаның астында комментарий ретінде қалдырыңыздар.